Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен Ақжүніс Мейрамбайқызы дәрігері боламын. Менің осындай пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма подписка жасап қойыңыз, ұнаса лайк басыңыз, және де егер де қандай да бір сұрақтарыңыз туындап жатса, сіздерді комментарийде күтемін. Жалпы біз бүгінгі тақырыпта омега-6-ны біз сырттан қабылдағанымыз дұрыс па, сол туралы айтатын боламыз. Себебі қазіргі таңда омега-3, омега-6 және омега-9 деген осындай добавкалар өте көбейіп кетті. Енді омега-3 туралы біз айтпаймыз, ол туралы бөлек тақырып болады, иә? Енді қараңыздар, білесіздер, бізге жалпы май қышқылдары өте қажет, яғни полиненасыщенный жирный кислоты деп айтамыз, иә, омега-3-ді. Енді қараңыздар, осы жирный кислотының екі түрі болады, омега-3 және омега-6. Омега-3-дің өзінің үш түрі бар: эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота және де альфа-линоленовая кислота деген, иә. Олар өздері, мысалы, альфа-линоленовая кислота, ол деген біз тағам арқылы қабылдаған кезде ішке эйкозапентаеновая кислота және докозагексаеновая кислотаға айналады, иә, сол кезде бізге ол пайдалырақ болады. Жалпы омега-3-ді добавка түрінде қабылдау керек. Неге? Себебі біз оны тамақ арқылы қабылдай алмаймыз толыққанды. Себебі ол балық майында болады, ал біз балық майын, жалпы балықты аптасына 2 рет 3 рет қолданбаймыз, жемейміз, иә. Сондықтан бізге омега-3 жаңағы добавка түрінде сырттан қабылдағанымыз дұрысырақ, егер сіз аптасына 2-3 рет балық жемейтін болсаңыз. Балаларда мысалы аптасына 2-3 рет балық жемейді, иә. Ал омега-6-ті сырттан неге қабылдаудың қажеті жоқ. Наоборот, ол сізге зияны болуы мүмкін. Біз күнделікті өмірде оны өте көп қолданамыз. Жалпы қараңыздар, біздің организмде омега-3 пен омега-6-ның өзінің соотношениесі болады. Мысалы, омега-3-ге мөлшеріне қарағанда омега-6-ның мөлшері 1:1 немесе 1:4 қатынасында болу керек. Мысалы, омега-3-дің мөлшері, мысалы, примерно бүйтіп санайтын болса, мысалы 320 мг болатын болса, омега-6 одан 4 есе жоғары болу керек. Осындай нормада өзінің соотношениесінде болса, ол өзінің белгілі бір қызметтерін атқарып отырады. Ал егер олар одан сайын көбейіп кететін болса, омега-6 омега-3-ге қарағанда, онда наоборот ол сізге воспалительный, провоспалительный эффект береді, яғни наоборот воспаление шақыруы мүмкін. Неге сырттан қабылдаудың қажеті жоқ? Себебі оны біз күнделікті өмірде өте көп мөлшерде қолданамыз. Қазіргі уақытта мысалы омега-6 ненің құрамында бар? Подсолнечное масло, кукурузное масло, да? Жалпы қазіргі уақыттағы етте болсын, иә, еттің майында болсын, қазіргі уақытта осы омега-6 бар. Және біз оны шектен тыс өте көп қолданамыз. Мысалы, подсолнечное масло күнделікті қолданасыздар, иә. Сондықтан ол сізде наоборот өте көп. Біздің қазіргі тамақтануымызда екеуінің соотношениесі наоборот 10 есе көбейіп кеткен. Сондықтан сіз оны сырттан егер де тағы да еще плюс добавка ретінде қабылдайтын болсаңыз, наоборот ол сізге воспаление шақыруы мүмкін. Сондықтан қыздар, бұл жерде айта кететін қорытынды. Ешқандайды омега-6-ті сырттан қабылдаудың қажеті жоқ. Сіз оны и так та күнделікті өмірде өте көп қолданып жатырсыз. Наоборот, оның орнына керісінше омега-3-ді қолданыңыз. Себебі омега-3-ді сіз тағам арқылы толтыра алмайсыз, аптасына 2-3 рет балық жей алмайсыздар, иә. Мысалы, қазіргі уақытта адамдардың питаниесінде көбінесе балық кірмей жатады. Сондықтан сіздер наоборот омега-3-ді өте көп қабылдау керексіздер, иә, сырттан. Ал омега-6-ті мүлдем қабылдаудың қажеті жоқ. Даже омега-6 көбейіп кеткеннің өзінде ертең ол сіздің омега-3-іңіздің сіңуіне өзінің кедергісін келтіреді. Қыз-келіншектер, менің бүгінгі осы тақырыбым қысқаша ғана айтып кеттім. Егер де омега-3-ге қатысты тақырыптарды мен сіздерге бөлек толыққанда айтатын боламын. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар. Кім қазіргі уақытта омега-3, омега-6, омега-9 деген комплекс қабылдап жүр, астап жаза кетіңіздер.